Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымызды жігітіңізге арнайтын боламыз. Жігітіңіз сізбен болашағын қалай көреді? Яғни алдағы уақытта сіз болашағында барсыз ба, жоқсыз ба, соны көретін боламыз. Бірінші әдеттегідей энергетиканы тауып алайық сіздің және жігіттің. Жігітіңізді ойлаңыз, өзіңізді де ойлаңыз. Сіз шықтыңыз. Енді жігіт. Жігіт шықты. Жігітті айтатын болсам, жігіт король пентаклей, семейный болуы мүмкін бұл жерде жігіт. Одан кейін знак зодиакасы козерог болуы мүмкін, дева болуы мүмкін, бірақ бұл маңызды емес общий расклад болғандықтан. Жігіт бизнесмен болуы мүмкін, өзінің жеке бизнесі бар болуы мүмкін, әке де болуы мүмкін, отбасылы ер азамат та болуы мүмкін. Егер отбасылы емес деп біліп отырған болсаңыздар өздеріңіз жігіттеріңізді, онда бұл жігіт жаңағы белгілі бір адамдарды жалпы обеспечивать етуге өзін сондай тұрақты ер азамат ретінде көретін адам. Жігіт тек бір шетінен паж болып шығып тұр, яғни көп арманы бар, мүмкін шынымен баласы да бар болуы мүмкін. Одан кейін басқа әйел адамнан да баласы бар болуы мүмкін. Жігіт көп армандайтын, ішінде кішкентай бала отыр десем де болады. Жігіттің негізі шынайы. Қазіргі сәтте бұл ер азамат көбінесе жұмсақтық көрсетіліп тұр ер азамат тарап жағынан. Немесе бұл жігіт жаңағы мужественный емес, мужественный, бірақ жаңағыдай нәзік, қолдары нәзік болуы мүмкін. Жаңағы кейбір шеттері әйел адамның қылықтарына ұқсайтын ер азамат та болуы мүмкін. Яғни тазалықты жақсы көретін, бір шашылып жатқан кір нәрселер болатын болса, соған көңіл бөліп қарайтын, яғни кейбір ер азаматтар болады ондайға көңіл бөлмейтін. Ал бұл бүгін раскладқа келіп отырған жігіт сондай нәрсенің барлығына көңіл бөлетін, сондай болып түсіп тұр. Қазіргі сәтте бұл ер азаматтың өмірінде белгілі бір армандары, яғни орындалмау деген секілді. Көбінесе орындалмау мүмкін қазіргі жоспарлап жатырғандығы. Сіз айтатын болсам, сізде королева пентаклей, күйеуіңізді көріп отқан болуыңыз да мүмкін, сізде ана екендігіңіз көрсетіліп тұр. Знак зодиакаларыңыз да бірдей болуы мүмкін жігіт екеуіңіздің. Сізде жаңағы балаларға, өзіңізден үлкендерге болсын, қамқорлық танытатын сондай қыз ретінде түсіп тұрсыз. Одан кейін сізде жаман привычка болуы мүмкін, қыздар мүмкін, бәріңізде деп айтып жатқан жоқпын, бұл общий расклад болғандықтан да. Бірден көңілдеріңізге алып қалмаңыздар, бұл жерде карта не көрсетіп тұр, соны айтып жатырмын. Мүмкін кейде сыра, ішімдік секілді нәрселерді ішуіңіз мүмкін, той деген секілді нәрселерде, яғни енді әркімнің өзінің минусы. Одан кейін сіз қазір белгілі бір отношенияны үзіп, жаңа қазір трансформацияда болуыңыз да мүмкін. Яғни бұл сіз бір нәрсені аяқтап жатырсыз өміріңізде, яғни бір ер азаматты жіберіп жатырсыз. Солай түсіп тұр. Одан кейін сіз былайша айтқан кезде бір жаңағы қайтыс болған адамды көрген болуыңыз да мүмкін, немесе жақын туыстарыңыздың бірі қайтыс болған болуы мүмкін. Бұл жерде өйткені смерть картасымен дьявол картасы түсіп тұр, яғни бұлар өлімді көрсететін карта. Немесе сіз бір өлімнен қалғанда болуыңыз мүмкін, көлік апаты деген секілді, немесе біреудің сондай яғни чудо болып бір адам жаңағы ауырып жазылып кеткендігі, яғни өлімнен қалған нәрсені көрген болуыңыз мүмкін, немесе өзіңіз сондайға тап болған болуыңыз да мүмкін. Енді екеулеріңіздің араларыңызда, жігіт екеуіңіз араларыңызда көбінесе бір-бірлеріңізді біле бермейсіздер. Әлі де
екеулеріңіз де бұрынғы сәттерде бір бірлеріңізге внимание көрсетіп араласып тұрақты қарым қатынас жасаған болғаныңызбен бұл жерде қазір тек қарым қатынастарыңыз тоқтаған болуы да мүмкін. Немесе осы уақытқа дейінгі салған еңбектеріңіз барлығы текке кеткен болуы да мүмкін. Көбінесе араларыңызда қазір переживание, қазір бір араларыңызда тығыз интимдік қарым қатынас бар деп айта алмаймын. Яғни әркім жеке-жеке болып тұрсыздар. Сіз өзіңізде жеке болып тұрғандығыңыз көрсетіліп тұр әсіресе. Енді басты тақырыбымызға көшейік. Қыздар, одан кейін сіздерге айта кететінім, таро картасын осылай мен сияқты ашқыларыңыз келсе, үйренгілеріңіз келсе, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Осы май айында скидка, яғни бүгін 20-сы, 10 күн қалды. 10 күннен кейін таро картасын үйрету қымбат бағада айтатын боламын. Қазір 10 күннің ішінде соңғы 10 күнді пайдаланып қалыңыздар таро картасын үйренуді. Сонымен қатар расклад тура келіп жатырса комментарияға да жазып отырыңыздар, ұнап жатса лайк басып отырыңыздар. Енді жігіттің сізге деген болашақтағы ойы қандай? Болашақта бұл жерде жігіт көбінесе сізбен болашағын көріп тұр деп айта алмаймын. Өйткені сізден мәжбүрлі түрде кету, бұл ер азаматтың отбасы бар болуы мүмкін бір жағынан. Сол себепті түбінде арамызда екі жаққа кету болады, мәжбүрлі түрде деп тұр. Яғни арман, керемет уақыттардың барлығын көрдіңіздер, артқа тастап міне кету деген көрсетіліп тұр, башняға қарай. Яғни разрушение. Өйткені мен императормын, өйткені менің мойнымда алдағы уақытта жауапкершілік үлкен, балалары бар, мүмкін әйелі бар деген секілді. Болашағын қалай көреді екен? Көбінесе бүгінгі раскладқа келген жігіттің, яғни көріп отырған жігіттеріңіздің нақты бір болашаққа деген шешімі жоқ. Өйткені белгісіздік бұл жерде, мен білмеймін, алдағы уақытта мен үшін де жұмбақ деген секілді позицияны көрсетіп тұр жігіт бұл жерде. Алдағы уақытта мен білмеймін не болатынын, бірақ қандай шешім қабылдарымды да білмеймін, қанша тырыссам да, бірақ тырысамын, ана вариантты, мына вариантты да көремін деген секілді көрсетіліп тұр. Чтобы айтып отырмын ғой, сіздердің қарым қатынастарыңызды алдағы уақытта сақтап қалу үшін, алдағы уақытта да араласып тұру үшін әртүрлі варианттарды көремін деген секілді. Мүмкін сіз оның екінші әйелі боларсыз, мысал ретінде айтып жатырмын да, түсінікті болу үшін. Яғни алдағы уақытта барлық вариантты көремін дегені жігіттің бұл жерде. Мүмкін екінші әйелі болуыңыз мүмкін, немесе әйелмен ажырасып сізді алуы мүмкін. Бұл жерде қыздар, общий расклад болғандықтан сіздерге үлкен уәде бере алмаймын, бірақ жігіт сонда да варианттарды көремін болашақта деген секілді. Өйткені общий болғандықтан қыздар түсініп тұрған шығарсыздар. Бірақ жігіт бұл жерде алдағы уақытта сізбен жалпы өзінің ойы бар ма? Сізбен болашағында сіз бар болатындығыңызға қалайды ма? Көбінесе бұл жерде жігітте қорқыныш, былай айтқан кезде, болашағында сізді көргісі келеді, жібергісі келмейді. Бір жағынан бауыр басу бар, немесе сіз оған ценный адамсыз, бағасы бар, самооценкаңыз бар, немесе қаржылық финансовый жағынан сізге бағынышты болуы мүмкін бұл ер азаматта. Сізден қарыз алып, тағысын тағы кредит алып деген әртүрлі ситуация, енді өмірде әртүрлі болады. Яғни сізді бір сокровище секілді көреді, жоғалтып алмауым керек, қалай да болсын, алдап болсын деген секілді. Яғни жақсы, бұл жерде иерофант картасымен шығып тұр, яғни лицемерие картасы. Бұл жерде сізге негізінен жақсы намерение көрсететін сияқты болып, негізінен бәрібір қулығы бар бұл жерде. Сізді жоғалтып алам ба деген қорқынышы бар. Сол үшін бұл жерде жігіт сізге шынайы бір несін айта қояды деп айта алмаймын. Болашағында сізді жібергісі келмейді,
бірақ махаббат үшін да көрейік. Бұл жерде көбінесе карталарда өзінің выгоды үшін, как будто сіз оған сокровище сияқтысыз, алдағы уақытта пайдасы тиіп қалатын адамдар болады ғой. Мүмкін сіз жоғары лауазымда болуыңыз мүмкін, қандай да бір жоғары лауазым болмаса да, мысалға таныстарыңыз бар, ол адамды алып шыға алатын сондай болуыңыз мүмкін да. Сол себепті көбінесе сезім бар деп те айта алмаймын. Сезімнің ауылы алыс екендігі көрсетіліп тұр бұл жерде. Жігітті өзім де білмеймін қазір, тек қана бауыр басу ма, әлде интимдік қарым-қатынас ұнайды сізбен, немесе сіз интимдік қарым-қатынаста жақсы партнерсыз, соны бір жағынан жібергісі келмейді ер азамат бұл жерде. Алда уақытта маған выгоды бірде бір пайдасы тиюі мүмкін, мен оны алдап жылдап алда уақытта да ұстаймын деген секілді сондай позицияны көрсетіп тұр. Қыздар, осы раскладқа келген жігіттің мнениесі керемет деп айта алмас едім. Ол менің ойым тек қана. Сіздердің ортақ балдарыңыздың болғанын қаламайтындығы да көрсетіліп тұр бұл жерде. Не себепті көрсетіліп тұр екен? Өйткені сізді тек қана жалғызбасты ретінде көргісі келеді, немесе жәндегі баламен проблема деген секілді ол нәрсеге түбегейлі қарсы екендігі көрсетіліп тұр. Иә, ол нәрсеге қарсы, кедергілер көп, яғни бір жағынан қорқады да. Ортақ балаларыңыз болатын болса, бұл жерде жігітте лишний проблема туындауы мүмкін деген сияқты. Мүмкін бұл отбасылы ер азамат болуы да мүмкін. Жаңа шыққанда король пентакль шығып тұрған бұл отбасылы ер азаматтың көрсететін негізінен солай қыздар, солай түсіп тұр. Балалы болғанды қаламайды, сізді жібергісі келмейді, бірақ өзіне де былай алады деп айта алмаймын. Бірақ чтобы сізді алдағы уақыттағы өмірімде көргім келеді, бірақ болашақта сізбен бірге көргім келеді, бірақ барлық варианттарды көремін мен. Сіз бұл жерде как будто вариант сияқты болып тұрған секілдісіз. Сізді вариант демей қояйын енді, бірақ жігіттің қалай да болсын сізге добиваться етуіне, жалпы сізге жетуіне бір әрекет жасайтындығы көрсетіліп тұр. Қыздар, бұл общий форматта расклад болғандықтан сіз кейбіреулеріңізде көрсетіп тұрғаны сізді жаңағы вариант ретінде көреді, кейбіреуіңізді чтоб сізге жету үшін кез келген нәрсені, барлық нәрсені қолданып көремін, яғни қай жағынан болсын сізбен болашағымды көру үшін біраз нәрсені, тек қана бір нәрсені ғана көріп қоймай, барлық нәрсені сізбен бірге болу үшін біраз нәрсеге тырысамын деген секілді көрсетіп тұр қыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.